Саламатсыздар ма, оқушылар? Отырыңыздар. Сабақты бастауға дайынбыз ба, балалар? Жақсы. Онда сабақты бастамас бұрын, балалар, мен мына жерге екі түсті фигура тастадым. Сол фигуралар таңдап, сары түстілер мына қатарға, жасыл түстілер мына қатарға отырасыңдар. Келіңдер. Реттіктеріне таласпай аламын. Сіз отырағандар. Жасыл түстілер мына қатарға. Жақсы. Алтын ұсталамыз балалар. Әрқайсымыз өз орнымызды таптық. Енді сабағымызды бастамас бұрын балалар біз екі топтың атын қойдық. Яғни бірінші шегірткелер тобы. Шегірткелер тобы. Мынау екінші құмырсқалар тобы. Мінекей мына жерге қойып қойдым. Шегірткелер және құмырсқалар тобы. Балалар, егер сабаққа дайын болса, істеріңе сәттілік, сабағымызды бастаймыз. Балалар, үйде қандай тапсырма берілді? Айта ғой. Және тағы қандай мәтінді оқып келуге берілді? Қол көтеріп сөйлейміз. Құмдағы құпия. Жақсы балалар. Олай болса, маған мынандай сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтіннің, құмдағы құпия мәтінінің кейіпкерлері кімдер? Кейіпкерлері кімдер? Аяру. Анасы мен темір. Жақсы. Ал енді мәтін желісіндегі геолог және ботаник дегендер кімдер? Кім айтады? Айзат айта ғой. Геолог дегеніміз ол жердегі қазбаларды іздейтін адам. Ал ботаник жердегі ма? Кәне, кім жөнді жібереді? Балалар, кәне. Жер астындағы қазба байлықтарды дұрыс. Ал енді ботаник дегеніміз кім? Нұрым, айта ғой. Ботаник дегеніміз ол өсімдіктерді зерттейтін адам. Ол жақсы малдарға, жануарларға пайдалы өсімдіктерді қалай жақсы күтіммен көп өсуге сол өсімдіктерді зерттейтін адам. Жақсы. Балалар, келісеміз ба? Нұрым мен Айзаттың жауаптарына келісеміз. Жақсы. Енді келесі сұраққа зейін қойып тыңдаймыз балалар. Темір мен анасы қандай қызықты оқиғаға тап болды? Тағы. Қандай қызықты оқиғаға тап болды? Басқа. Темірлан айта ғой. Анасы мен баласы бозторғайдың балапанын шөптің ішінен тауып алды. Оған дейін. Енді ұяны тапқанға дейін не істеді олар? Экспедицияға барды. Одан кейін Бақдәулет тасбақаның шөпке жайылып жүргенін көрді. Және Темірлан, жауабың дұрыс, бірақ соның алдында тағы бір болды ғой. Нені көрді ұшып жүрген, айнал шықты, ұшып жүрген, нені көрді? Кіміз? Айта ғой. Айнал шықты, ұшып жүрген бозторғайды көрді. Сол кезде анасы не деп айтты? Бозторғайдың осы маңда ұясы болуы мүмкін деді. Ал енді жақсы отыра ғой. Енді Темірлан сен айта ғой. Яғни сол жерден бозторғайдың балапанын тауып алды. Анасы
анасы айтты, мен бақылау ағамына бала берейін, сен мақтап кел. Мақта алып кел деді. Жақсы, жақсы. Балалар, жауапқа қанағаттанамыз ба? Қанағаттанамыз. Жақсы, отыра қойсын балалар, рахмет. Енді балалар, осы Темірдің Бозторғайдың балапанына жақсылық жасамақ болғаны дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Иә деді. Ал Әлихан айта ғой. Өйткені олар Бозторғайға көмектесті. Өйткені оның ұясы құлап қалды. Балалар, солай ма? Кәне, еске түсіреміз. Кәнекей. Айзере. Отыра ғой, рахмет. Арасында мақтап келсін деп айтты. Сол кезде балапанның жауап қалып деп ойлағаннан Темір біліп, бақтаны алып келіп, оларды жауып қойды. Жақсы, жарайды, жақсы енді, өзің түсінген. Ал балалар енді Темір мамасы, анасы Темірге мақталып келуге айтты, иә? Темір ұяға не төсегісі келді? Ұяға не төсегісі келді, Нұрым? Темір ұяға мақтаны төсегісі келді. Төсегісі келді. Неге? Жақсы отыра ғой. Неге? Айта ғой. Себебі құстың балапандар жаурап қалмас. Балапан әлі болған жоқ. Жұмыртқа жаурап қалмас үшін деді, иә? Жақсы, отыра ғой. Ал енді балалар, Темір мақтаға кеткен кезде қандай оқиғаға тап болды? Айзат? Ол мақтаны әкеп қойғансын, ұяға қарастап жұмыртқалар жоқ. Өйткені Бозторғай өз ұясын басқа жерге соқты. Жақсы енді, жарайды. Балалар, келсеңіздер, мақтаны әкеп ұяға қойды ма? Жоқ. Не болды? Сол ортада қандай жағдай болды? Гүлбаршын айта қойшы. Ол мақтаға кеткен кезде, келген соң, ұяға жоқ болды, жұмыртқа да жоқ болды, анастар. Міне бұл. Темір мақтаға кеткен кезде ұя да жоқ, жұмыртқа да жоқ. Қайда кетті ол? Қайда кетті ол? Айша? Өйткені Бозторғай жұмыртқаларына қауіп төнгенін сезіп, ұясын басқа жаққа қоймастан. Басқа жаққа алып кетті. Енді балалар, енді мынандай сұраққа жауап беріңіздер. Бозторғайдың ұясы қандай шөптен жасалған? Оны Бозторғай көтеріп алып келетіндей жағдайда болғандықтан қандай шөптен жасалған? Қамыстың шөбінен жасалған. Қамыстың шөбінен жасалған. Келсеңіз ба? Айзере? Селеу шөбінен. Селеу шөбінен жасалған. Ал енді балалар, селеу деген шөпті көргендерің бар ма өмірде? Жоқ. Міне балалар. Естеріңде ұстап жүріңдер. Жаздың күні, мінекей селеу деген шөп өте нәзік, өте жеңіл. Сондай, мынандай селеу шөбін кездестірсеңдер, осы Темір мен анасының болған оқиғасын естеріне түсіретін боласыңдар. Жақсы балалар. Өте жақсы. Үй тапсырмасына жақсы дайындалып келгенсіңдер, барлық сұрақтарға жауап бердіңдер. Енді балалар, осы жерден сендерге үлкен рахметімді айтқым келіп тұр. Үй тапсырмасын қорытындыладық. Енді бір-бірімізді қолпаштап, қол соғып, қошеметтеп қояйық. Рахмет. Ендеше жаңа тақырыпқа беттейік. Кітапты ешқандай қозғамаңдар, оқулықты көңілдерің менде болсын. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сендерге мынандай тапсырма берем балалар. Мінекей тақтадан өздерің көріп тұрғандай, өсімдіктердің табиғаттағы өсіп-өну реті және егіншілердің егінді
жинап алу ретін мен қазір оқимын, мұқият тыңдап отырасыңдар. Мен дұрыс оқыдым ба? Сөздердің реті дұрыс қойылды ма? Сөйлемнің мағынасы дұрыс сендерге жетті ма? Тыңдап отырыңдар. Бірінші, алма ағашы. Алма ағашы түйін салды, тамырланды, отырғызылды, көктеді, гүлдеді, пісті. Енді екінші, орды, қамбаға тасыды, жер жыртты, тұқым дайындады, тұқымды септі, жинап алды. Балалар, мен сөздердің ретін дұрыс оқыдым ба? Дұрыс оқыдым ба? Жоқ. Жоқ. Жоқ дегенде қол көтеріңізші. Менің берген тапсырмамды зейін қойып, тыңдаған балалар, менің тапсырмамды дұрыс орындамағанымды біліп отырсыңдар. Мен дұрыс орындаған жоқпын. Ал енді балалар, осы тапсырманы дұрыс орындап жүрейік. Мына сәйкестендіру бойынша құмырсқалар тобына топқа қойдым. Дұрыс орындаңдар. Мына номерлерге қайсысы бірінші, қайсысы екінші сәйкестендіріп қойыңдар. Ал іске сәт балалар. Жұмысқа кірістік. Бір ғана минут уақыт беремін. Оқыңдар, өздерің асығаларыңдар, оқыңдар. Бір-біріңді тыңдаңдар балалар. Жұмысты орындамас бұрын бір-біріңді тыңдау. Оқыңдар, бір-біріңді тыңдаңдар. Қане балалар, қанемен көріп берейін. Ойланыңдар, бір-біріңнің сөзіңді тыңдаңдар балалар. Қанеки, қане. Ana pişkinin hep çok orada Дұрыс. Қане балалар, сендер қалай істеп жатсыңдар? Қане. Бірінші? Дұрыс. Содан кейін бақ не істеді? Не істеді? Содан кейін үшінші не істеді? Vallahi uақыт шықты уже, уақыт болып қалды. Болдық па? Қайық оқ, дайын. Мінекей. Мына толтырсың, сендер тыңдау керек. Болды па? Болды, жақсы. Енді ұстап отыр. Балалар,
bizde qani ballar keldi. Bera qaranglar. Ba'zi muqiyatni qarang. Bizde altın ereje var. Ya'ni bir-birimizni hurmatlab, bir-birimizning javobimizni tinglaw kerak. Ya'ni birinchi bo'lib жұмысты аяқтаған шегірткелер тобы qani aytadi. Mening o'qiganim dұрыс емес bu. Екіншісі тамырланады, үшіншісі көктейді, төртіншісі гүлденеді, алтыншысы Балалар келсеңіз ба? Дұрыс па балалар? Дұрыс па? Қанекей, дұрыс па балалар? Иә, дұрыс. Яғни аялудың жауабымен құмырсқалар тобы да, шегірткелер тобы да келісетіндігін білдіріп отыр. Жақсы. Ал енді құмырсқалар жайлы. Балалар тыңдап отырыңдар. Тыңдап отырыңдар. Біріншісі керді, жұртты, екіншісі құм дайындады, үшіншісі тұқым септі, төртіншісі орды, бесіншісі қамбаға тасыды, алтыншысы жинап алды. Келісеміз ба балалар? Жоқ. Не істеді? Қай жерден келді? Тұқымда қалай біз орып алмасақ, қалай біз қамбаға жинаймыз? Дұрыс емес. Қай жерде шайқасты? Ең соңғысында бесіншісінде жинап алады, содан кейін қамбаға апарады. Яғни жинап алды, бірінші орады, жинап алады, содан кейін барып қамбаға тасиды. Жақсы, балалар. Бұл тапсырманы да жақсы орындап шықтыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз тіршілік көзі. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын, балалар, барлығымыз қазір мультфильм көріп алайық. Тыңдап. Шырылдауық шегіртке, ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүлайттап, қызықпен жүріп жастардан. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті, күн болған соң кетті күй. Жылы жар жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда, суыққа тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда. Олы менен тұрмадым, қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы көкшейді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда, сүрініп, қабағын қайды жабар. Саламда жатыр дәм жиған, құмырсқаны іздеп барар. Секірдеп келіп, жығылды, аяғына басыра. Қарағым, жылы, тамақ бер, жас шыққанша асыра. Мұның жаным сөз емес, жаз өтеуін білмек пе? Жаным үшін еш шаруа, ала жаздай қылмақ пе? Мен өзіңдей шаруашыл, жұмсақ илеу үйріме, көгалды қуып ән салып, өлеңнен қолым тиді ме? Қайтсын, қолы тимепті, өлеуші, әнші естір, ала жаздай ән салсаң, sevgide de bileydir. Мультфильмімізді көрдік. Енді осы жерде балалар құмырсқа мен шегірткені зерттеп жіберейік. Құмырсқа жәңгір, иә балалар? Жәңгір. Ол қандай? Құмырсқа, жалпы білесіңдер құмырсқаны? Мейірімді, жақсы, Әлижан. Олар адал, жұмыстарын аяқтайды. Жұмыстарын аяқтайды, жарайды. Жақсы, тағы, Зейнула. Білесің ба құмырсқаны? Олар еңбекқор, адал. Бір-біріміздің айтқанымыз қайталамайды балалар. Жақсы, Зейнула, отыра ғой. Тағы аяқтайды, тағы кім не оқысады? Құмырсқаның күші көп. Ол
Яғни балалар құмырсқа жәндік. Олар илеу жасайды, азық қорын жинайды. Яғни қыс азығын жаз жинайды. Қыста жейтін азығын олар жазда жинайды. Яғни осыдан біз оның еңбекқорлық қасиетін білеміз. Жақсы. Ал енді шегіртке де жәндік. Жәндік қой? Жәндік. Ал шегіртке туралы кім не біледі? Қане? Шегірткені көргендерің бар ма? Ал кім? Саяжан. Шегіртке ол өте жылдам жәндік және де ол жалқау. Жалқау. Яғни көрдіңдер жаңа мердер. Не істеді? Ол жазда секіріп ойнап жүрді. Ал құмырсқа болса жазда өзіне еңбектеніп тамақ тапты. Содан кейін қыста ол өзіне қиналып тамақ тапты. Өйткені ол жазда ойнады. Жақсы балалар, рахмет. Яғни құмырсқаны да шегірткені де біледі екенсіңдер. Екеуі де ортақ қасиеті, екеуі де жәндік. Енді балалар, осы жерде құмырсқаны да, шегірткені де сипаттап жүріңіздер. Міне, топқа тастаймын. Бір-біріңнің сөздеріңді тыңдайсыңдар. Орында құмырсқа туралы, бір минут уақыт болды. Тез. Bağlı, jinoğlar. Barışlarımızı görücü vereyim. Aha. At salsamız ballar. At salsamız Temirlan. Әрқайсымыз өз ойымызды айтамыз. Шегірткенің ең бір зиянды қасиетін айтпай кеттіңдер балалар жаңа. Қандай қасиет бар? Жазда осы шегірткелерден қандай зиян келіп жатады? Шөптердің жапырақтары не істейді? Жеп тастайды. Яғни өсімдікке оның үлкен зияны бар. Ал уақыт шықты балалар. Уақыт шықты. Орындап болдық па? Орындап болдық па балалар? Ал қанеки құмырсқалар тобы еңбекқорлық екенін көрсетіп жатыр. Қанеки екінші топтың аяқталғанын көрейік. Өйткені олар тыңдау керек сендердің жұмыстарыңды. Болды балалар? Ал балалар құмырсқалар тобы жұмысты сендерден бұрын орындап қойды. Сондықтан бірінші сөзді құмырсқалар тобы алады. Тыңдаймыз. Шегірткелердің қасиетін дұрыс айтып жатыр ма? Тыңдау. Баға береді. Жалқау, жылдам, еркінше. Кім жалқау? Кім жалқау? Шегіртке. Сөздің басы содан басталады. Жылдам, өнімді, өсімдіктерді жейді,
Şiirге әнші, еріншек. Еріншек. Жалқау. Балалар, келісеміз ба? Жақсы. Сипаттап берді бізге. Аяғым, рахмет, отыра ғой. Ал енді шегірткелер тобынан кім айтып береді? Жаңа сен оқыдың ба? Айшаны тыңдаймыз. Балалар, тыңдап отырмыз. Құмырсқалар тобы. Адал. Кім адал? Не адал? Құмырсқа. Құмырсқадан басталауы керек. Құмырсқа адал, күші көз, жәнді. Оң құмырсқаны көтере алады, мейірімді, еңбекқор. Жақсы. Ал балалар, келсеміз ба? Жақсы. Енді еңбекқорлығын айтты, құмырсқаның адал екенін айтты. Әрқайсың енді өз түсінгендеріңді балалар сипаттап бердіңдер. Жақсы. Бұл тапсырманы да жақсы орындап шықтыңдар. Енді балалар маған мынандай сұраққа жауап беріңдер. Өмірде шегірткеге ұқсас адамдар бар ма? Шегірткеге ұқсас адамдар бар ма? Тағы. Тұр жүгір. Жақсы, рахмет, Нұржігіт отыра ғой. Шегірткеге ұқсас адамдар бар ма? Тағы, басқа, кәнекей. Ал. Кейбір адамдар бұл істі бір істі бітірмейді. Бұл істі ертең істейін дейді, ертең тағы да жайында қалады. Тағы. Жалқау адамдар. Жалқау адамдар және еріншек адамдар. Ертеңгі күнін ойланбайтын адамдар да арамызда болып қалады, е? Ол заңдылық. Жақсы, рахмет, отыра. Енді мынандай сұрақ. Шегіртке сияқты қиналып қалмасы үшін балалар не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Әлежан? Жалқау болмауымыз керек. Жалқау болмауымыз керек. Тағы. Еңбек етуіміз керек. Өте дұрыс. Айзат? Адал болуымыз керек. Тағы, Айлан? Жан-жағымызға жанашыр болуымыз керек. Өте тамаша балалар. Жақсы. Бұл тапсырманы да өте жақсы ұйымшылдықпен атқарып шықтыңдар. Енді балалар, мінекей мына тақтадан тағы да бір қарап жіберіңдер. Құмырсқа, еңбекқор, адал, өте кішкентай, төзімді, және олар қызыл, қара түсті болуы мүмкін. Енді шегіртке, тыңдаңдар, шегіртке жіңішке, ұзын, мұртты, жалқау, ойсыз, панасыз және зиянкес. Мінекей балалар, яғни құмырсқа мен шегірткенің қандай екенін білдіңдер. Жақсы. Енді балалар, бүгін мен өздеріңді орыстың жазушысы Иван Андреевич Крыловпен таныстырғым кетті балалар. Крылов ұлты орыс 1796 жылы 2 ақпанда дүниеге келген жазушы, сатирик, аудармашы, ақын жазушы, қасқыр мен қозы және бүгін өздерің оқығандай құмырсқа мен шегіртке сынды мысал өлеңдерін білесіңдер балалар. 1844 жылы 21 қарашада Санкт-Петербург қаласында дүниеден өтті. Енді балалар,
осы Иван Андреевич Крыловтың мысал өлеңдерін қазақ тіліне аударып жүрген кім? Білесіңдер ме мына кісіні? Абай Құнанбаев. Аудармашы ақын. 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауында дүниеге келген. Шын аты Ибрахим. Бірнеше өлең жинақтары бар. Қара сөздері бар. Балалар, осы жерде сендердің естігендерің бар ма? Абай Құнанбаевтың қанша қара сөзі бар? Айта ғой. Айта ғой, кім? 45 қара сөзі бар. Өте дұрыс. 45 қара сөзі бар. 1900 әндері бар. Абайдың өлеңдерін, әндерін тыңдағандарың бар ма? Қандай әндері бар? Желсіз түнде жарық ай. Ол әндерін сендердің осы әдебиеттік оқу кітаптарында бар. 1904 жылы дүниеден өткен екен Абай Құнанбаев. Енді балалар, бағанадан бері біз өздеріменен біраз тапсырмаларды орындадық және Крыловтың, Абай Құнанбаевтың өмір жолдарыменен таныстық. Балалар, сендерге таныс емес мынандай сөз болды жаңа. Мысал өлеңдер. Мысал өлеңдер дегеніміз не? Мысал өлеңдер дегеніміз адамның мінез құлқын жан-жануарлармен, жәндіктермен, өсімдіктермен астарлап жеткізуді мысал өлеңдер деп атайды балалар. Жаңағы өздерің көрген мультфильмдерінің өзінде жалқау, ән салып жүре беретін, ертеңгі күнді ойламайтын және еңбекқор, адал адамдарды кімнің бейнесінде мысал жеткізді балалар? Шегіртке мен құмырсқаның бейнесінде жеткізді. Міне осындай бейнелеуді мысал деп атайды балалар. Балалар, мен сендерге ризамын. Тапсырмалардың бәрі жақсы орындадыңдар. Сабаққа жақсы қатысып отырсыңдар. Енді жайлап партадан тұрып, серуен сәтін жасайық. Бір-біріңе кедергі жасамаңдар. Еркін тұрыңдар, еркін. Ал, балалар, менімен бірге жаттығуды орындаймыз. Ұзын мұртты құмырсқа келе жатты жұмысқа. Допты қойдың алдына, оң жағына қарады, сол жағына қарады. Тау екенде қалады. Тау рет орында жіберейік. Ұзын мұртты құмырсқа келе жатты жұмысқа. Допты қойдың алдына, оң жағына қарады, сол жағына қарады. Тау екенде ойлы. Жақсы отырамын. Енді балалар оқулықтарында аша алыңдар. Оқулықтары жапырақтар мен тамырлар деген өлеңді тауып алып, мұқият мені зейін қойып тыңдап отырыңдар. Мен оқимын, сендер тыңдап отырыңдар. Кеттік. Жапырақтар мен тамырлар. Жаздың жақсы күнінде бір, жапырақтар судыр-сыбдыр. Көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп, көңілі өсіп. Дала көркі бізде десіп, мақтанды кеп ерке жерге. Ағаштардың көркі бізден, жасыл желек киіп бізден. Түсіп көзге түрленеді. Сып-сида боп қалса қурап, желкілдеген шашты бұйрап. Біз болмасақ кім береді? Біз мақтансақ қанша айып, төңірекке саяжай. Көрсетеміз көпке пайда. Мал соңында жүр малшылар, ыстық күнге қалай шыдар. Біз бермесек сая қайда? Көлеңкемде малша елдер, бой сергітіп, жырлар, билер.
аз демалып рахаттанар. Таң сәріден бұлбұл менде, ерке желім кел сенде. Қамқорлығым саған да бар. Сонда біреу күмбіретті. Ал балалар, күмбіреткен кім екен? Тыңдаймыз, қазір сұраймын. Дауысы қандай құдіретті. Жер астынан шыққан жарып, деді бұлай баяу ғана. Өз басыңды ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып, жапырақтар, бұл кім деді? Неге мұнша сілкінеді? Кім едің сен сонша мықты? Кім айтып жатыр болар? Жапырақтар. Біз тұрғанда сендер кімсің? Кімді алдап сендірмексің? Ұят олай ойлау тіпті. Біз ғой деді әлгі дауыс. Сендерге де берген табыс. Қараңғыда жерді қазып, жақсылықты білмейсіңдер, білмей тұрып сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазып. Рас, еңбек жасадыңдар, бірақ бізді еске алыңдар. Жаңа көктем, жаз, жапырақ, қурап қалса жерде тамыр, соқса дағы қанша дабыл, ағаш қалар бос қалтырақ. Қалай болады? Яғни бұл өлеңнің авторы кім екен? Иван Крылов. Мінекей жаңа өздерің көргендей Иван Крылов аталарының жазған. Аударған Мақсат Оразай. Енді балалар, өлең неше бөлімнен тұр? Қараңдаршы, неше бөлімнен тұр? Өлең? 2. Нұрым өте дұрыс айтады. Бірінші бөлімде кімдер сөйледі? Жапырақтар сөйледі. Қалай деді олар? Жапырақтардың сөзіне не байқадық болар? Мақтанған. Өздерін кереметпіз біз. Біз болмасақ қалай дегендей. Яғни мақтану сезімі көрді. Енді екінші бөлімнен нені түсіндім? Екінші бөлімде кім сөйледі? Қамыр сөйледі. Қамыр қандай кейіппен сөйледі? Біріншіден жапыраққа не істеді ол? Ашуланып өкпеледі. Егер деді. Не дейді? Біз болмаса, сендер осылай көктермедіңдер деді. Жақсы. Ал енді балалар, тізбектей оқып жіберейік. Кәне, баста Айша. Жапырақтар мен тамырлар. Тыңдаймыз, тұрат Айша. Барлығымыз мұқият тыңдап отырамыз балалар. Қазір кез келгенін жалғастырып кетесіңдер. Баста Айша. Жапырақтар мен тамырлар. Жаздың жақсы күнінде бір жапырақтар судыр-сыбдыр. Көлеңкесін жайып жерге, көркін көріп көңілі өсіп, дала көркі бізде десіп, мақтанады кей-берке желге. Ағаштардың көркі бізден, жасыл желек киіп бізден. Түсіп көзге түрленеді, сып-сида боп қалса қурап, жекілдеген шашты бұйра. Біз болмасақ, кім береді? Біз мақтансақ, қанша айып? Жақсы, ары қарай. Айзеде. Төңірекке сая жайып, көрсетеміз көкке байда, мал тұғындар үшін жүр малшылар, ыстық күнге қалай шыдар? Біз бермесек сая қайда, көлеңкеде малшы әйелдер, бой сергітіп жырлар билер, ат демалып рахаттанар. Таңсәріден бұл менде, ерке желім келсеңде, қамқорлығым саған да бар, сонда біреу күмбір етті. Ал Каусар? Осы қандай құдіретті жер астынан шыққан жарып, деді бұлай баяу ғана, өз басыңды ойлау жала. Мына біздер ұмыт қалып, жапырақты көркін деді. Неге мұнша сілкінді? Кім едің сен соншама мықты? Біз тұрғанда сендер кімсің? Кімді алдап сендірмексің? Жақсы, ары қарай. Нұрым. Ұят
Жалғыздықты білдірмейсіңдер, білмей тұрып сөйлейсіңдер. Біз береміз ағаш қазық, рас еңбек жасадыңдар, бірақ бізде еске алыңдар. Жаңа көктем жас жапырақ қурап қалса, жерде тамыр, соқса дағы қанша дабыл, ағаш қалар бос қалтырап. Жақсы. Мына өздерің оқып шықтыңдар. Енді балалар, осы жерде біз жапырақ пен тамыр арқылы, сол жапырақ пен тамырдың артында кім жасырылып отыр? Кім жасырылып отыр балалар? Ағаш. Жапырақ пен тамырдың астында кім жасырылып отыр? Жаңағы мен Некрасов аталарым. Некрасов аталарым. Не деп айтты дедім? Қалай? Өлеңді қалай жазды дедім? Мысал деп нені айтамыз дедім? Мысал. Өсімдіктерді кіммен алмастырып тұр? Адаммен. Яғни жапырақтар ол қандай адамдар? Осы жерде, осы өлеңде қандай адамдар бейнелеп тұр жапырақ арқылы? Жаңа айтыңдар өздерің. Мақтаншақ. Мақтаншақ адамдар. Ал енді тамырлар арқылы өте салмақты, сондай мақтанбайтын, өзінің орнын білетін, сөзін нық айтатын адамдарды бейнелеп тұр. Балалар, бағанадан бері қаншама тапсырма орындап жатырмыз. Есте сақтап отыру керек. Зейінді қосу керек, зейінді. Балалар, жаңағы жансызды жанды ретінде беру, өсімдіктерді, мінез құлық, адамның мінез құлқына қарай жасырын түрде беретін өлеңнің түрін не деп атаймыз дедік жаңа? Мысал өлеңдер, яғни кейіптеу деп атаймыз. Кейіптеу. Енді балалар сендерге мынандай тапсырма. Кейіпкерлердің рөліне еніп дейді, жапырақпен сөйлесіңдер дейді. Кейіпкерлердің рөліне еніп, жапырақпен сөйлесіңдер дейді. Мына жерде былай дейді. Мысалы, мен күнмін. Үйде тапсырма, осы мына 8-ші тапсырманы белгілеп қойыңдар кітаптарыңда, оқулықтарында 8-ші тапсырманы белгілеп қойыңдар. Қане, енді балалар үйге тағы мынандай тапсырма. Үйге мынандай тапсырма. Шегіртке мен құмырсқаға арнап өлең, 4 жолдық өлең жазып келіңдер. Кімде қалай пайда болады, ол ешқандай да не емес. Яғни құмырсқа және шегірткеге арналған 4 жолдық өлең жазып келесіңдер. Белгілеп қойыңдар. Содан кейін шегіртке мен құмырсқаға байланысты мақал, мәтелдер тауып келесіңдер. Үйге осы тапсырма. Ал енді балалар, қазір мен бағалап жіберейін. Бүгінгі сендердің жасаған еңбектеріңді бағалау. Яғни Айзере 10 балл, Айару 8 балл, Айлан 8 балл, Айша 9 балл, Темірлан 8 балл. Содан кейін тағы кім жауап берді ғой бізге? Саяжан 10 балл. Саяжан 10 балл. Нұрым 9 балл. Және Айзат 9 балл. Жақсы балл. Ал, балалар, енді бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнады ма? Жақсы. Қол соғып қолпаштап. Жақсы сабақ аяқталды.